Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге егов сайтынан сотталмаған деген анықтаманы қалай алу қажет екендігін үйрететін боламын. Ең алдымен егов мобайлға кіреміз. Кіргеннен кейін главное дегенді басамыз. Сол жерде популярные услуги, справка о наличии либо об отсутствии судимости деген тұр. Соны таңдаймыз. Үстін басып авторизация жасаймыз. Яғни өзіміздің пин-кодымызды тереміз. Мені осылай справка алуға болады. Бұл бірінші әдіс, ал екінші әдісті көреміз. Егер сіздерде басты бетте жаңағы популярные услуги деген жерде жоқ болса, онда услугидің ішінде трудоустройство и занятость дегенді таңдаймыз. Соның ішінен қажетті анықтаманы іздейміз. Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости таңдаймыз. Соның үстін басып, авторизация жасап, подписать деп басамыз. Үйде отырып, егов мобайлды пайдалану арқылы сотталмаған деген анықтаманы ала аласыздар. Подписать деп басқаннан кейін сіздерге 4 санды жаз дейді. Сол 4 санды жазамыз. Бұл қандай 4 сан? ЭЦП ключі тіркегеннен кейін сіздерге арнайы 4 цифраны жазғызады. Бұл сіздердің парольдарыңыз болып табылады. Мені біз жібердік, мені біздің справкамыз шықты. Бұны WhatsApp-қа немесе почтаңызға жіберіп пайдалана берсеңіздер болады.